Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Отырамыз. Так, бізде бүгін күн жоқ. Бейбарыс жоқ, иә? Бір оқушы жоқ. Практикум программалау кездесетін қателермен бастаймыз. Бізде алдыңғы сабақта болған, қазір қайталау. Сіздермен қызығушылығын арттыру мақсатында қазір жасанды интеллектті қолданумен бала сіздерге қазір осы жасанды интеллектпен біз нейросеть фотоны бәріміз білеміз ғой жасанды интеллект не екенін? Иә? Міне, фотоны сөйлету, яғни нейросеть фотоны сөйлету түрінде қазір өтеді. Сіздерге мақал мәтел, информатикалық сөздермен алмастырылған мақал мәтелдер қазір айтылады. Сіздер оның тура мағынасын айтатын боласыздар, табатын боласыздар, яғни. Жақсы? Ал міне жасанды интеллектпен бастаймыз. Бәріміз тыныш отырамыз, естиміз. Вирус компьютерді өлтірер, антивирус вирусты өлтірер. Кім айтады? Вирус компьютерді өлтірер, антивирус вирусты өлтірер. Намыс өлтірер, қоянда намыс өлтірер. Ой, жарайсың, отыра ғой. Молодец, дұрыс па балалар? Келесі. Бір ядролы процессор жақсы, екі ядролы одан да жақсы. Кім табады? Кім табады? Бір ядролы процессор жақсы, екі ядролы одан да жақсы. Бір баста, екі бас жақсы, иә? Жарайсыңдар. Келесі. Компьютерде 5 колонка, дауыссыз жер жадыр. Ой, жарайсың. Дұрыс па бала? Келесі. Күлсең, ескірген компьютерге күл. Күлсең, кәріге күл. Жарайсың, аяулым. Келесі соңғысы. Бай ертең құралады. Теңге тиыннан құралады. Дұрыс емес па балалар, иә? Міне балалар, осы жасанды интеллект арқылы, міне осылай нейросетте фотоны сөйлету арқылы біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бастамас бұрын балалар, сіздерге міне алтын теңгемен сіздерді бағалайтын боламын. Ең бірінші қазір біз топқа бөлініп алайық. Екі топқа бөлінеміз. Флиппити платформасы арқылы топқа бөлінеміз. Бірінші топ. Алпамыс, Аяжан, Шула, Мұхамеджан, Данелия, Алдияр. Тез. Континуум. Континуум тобына бізде екі топ. Континуум және брек. Келесі топ. Нұрғайша, Бейбарыс, Айтқұлова аяулым, Емелер, Нұрдаулет, Мәртбекова аяулым. Яғни екі аяулымда бір топта. Тез-тез. Болыңыздар ма? Жоқ, дұрыс. Дұрыс қой? Келе ғой. Мәжірке. Олай болса, кітапты ашамыз. Мұхамеджан, кітапты ашамыз. Балалар, біздің бөлімімізді есіңізге салып өтейікші. Қандай бөлім еді? Python тілінде алгоритмдерді программалау. Яғни біз үшінші тоқсанда осы бөлімді өткен болатынбыз. Python тілінде алгоритмдерді программалау. Біздің оқу бағдарламамызға сәйкес оқыту мақсаттары таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында қолдану. Яғни бұл жерге 4 программалау тілін берген. Біз қай программалау тілін өтіп жатырмыз? Python программалау тілі. Біздің мақсатымыз таңдау және қайталау операторын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында қолданады. Программалауда типтік қателерді анықтаймыз қазір. Программалаудағы типтік қателердің жолдарын көрсетеміз. Яғни Python программалау тілінде бізде кететін қателер, кедергілер, дұрыс программаны құра білу, блок сызбаны дұрыс сыза білу, міне бүгінгі сабағымыз осы болады бізде. Бізде арнайы слайдымыз Ахаслайс платформасында жасалған. Біз бірінші білгенге маржан әдісі арқылы дескрипторымыз оқушылар үй тапсырмасын есіне түсіреді, тапсырмаларды жүкпен орындайды. Яғни қазір мен
слайд арқылы, яғни барабан арқылы мен оқушыны шақыратын таңдайтын боламын. Ол өзін жұбын шақыру арқылы біздің электронды кітабымызбен үй тапсырмасын орындайтын боламыз. Бастаймыз. Жерде Python программалы тілінде 1-ден 1000 аралығындағы сандардың қосындысын есептеу алгоритмі берілген. Алгоритм қадамдарын дұрыс ретпен орналастыруымыз керек. Жарайсыңдар? Ал. Стаста. Ал енді түсіндіріп беріңдер. Бұл жерде қандай циклмен шығардыңдар? While циклы екен, бұл жерде. I тең 1-ге. Айнымалы. Айнымалының I дегеніміз не? Айнымалының несі? Аты 1. Айнымалының мәні. While сум дегеніміз не? Бұл да айнымалының несі? Аты 0 мәні болады. Енді біз тексереміз. Бізге не керек екен? Сум керек екен, я? Қате, қай жерінде қате екен? Бірінші айнымалыларды ең бірінші жазып аламыз. Бізге неше айнымалы берген? 2 айнымалы берген. Сол 2 айнымалыны біз бірінші жазып аламыз, балалар. Одан кейін барып біз не береміз? Шарт береміз, я? While шартын берген. Одан кейін барып біз сумды және айдың шығару жолдарын көрсетіп, ең соңында нәтижені не шығар дедік? Сум, я? Сум нәтижесін шығарды. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. 25-26 практикум программалауда кездесетін қате бәріміз кітапқа қараймыз, балалар. Так, бізде балалар 2 түрлі қате кездесетін еді. Қандай? Python программалау тілінде біз қатені бір жиналабыз, я? Оны біз қалай? Біз не құрдық? Бірінші трассировка кесте құрған жоқпыз ба, балалар? Қадам-қадаммен. Айжан, аяғын дұрыстап айтшы. Трассировканы біз қадам-қадаммен орындай отырып, алғашында кестесін құрмаламыз. Ол жерде мысалы қате кездессе, біз не істеуіміз керек? Жөндеп, дұрыстап, одан кейін не істейміз біз? Программаға енгіземіз. Алгоритм трассировкасы дегеніміз сол еді, ол алдыңғы сабақта еді. Ал енді біз бұл жерде негізі қателер балалар өте көп. Бізде оқу бағдарламасында осы 2 қатені кездестіріп айтқан болатынбыз. Қандай қателер? 2 қате кім жауап береді? Қандай қателер бар? Бірінші синтаксис error, екінші кім айтады? Екінші қатеміз қандай? 2 қате кездесуі мүмкін емес па? Синтаксис error, сосын орындау қателер. Ағылшынша runtime error. Балалар, біз ағылшыншасын міндетті түрде айтамыз. Неге? Себебі программада бізде қазақша жазылмайды, орысша жазылмайды. Қате берсе де, дұрыс берсе де бізде барлығы ағылшын тілінде. Сондықтан балалар міндетті түрде қазақшамен бірге ағылшын атауында жаттап жүреміз. Синтаксис error, синтаксистік қателер бұл бізде синтаксис error, және екінші орындау қателер бұл runtime error, я? Ал енді бірінші мысалға қараймыз, бәріміз. X тең 5, Y тең 5, Z тең X, Y. Қандай қате? Синтаксис error, invalid синтакс. Қандай қате беріліп тұр бұл жерде? Бірінші мысал. Мұхамеджан айтамызда? бұл жерде синтаксистік қате берілген. Тағы не жоқ бұл жерде? Не жоқ бұл жерде? Арифметикалық амалдар орындалған ба? X пен Y-те? Үшінші жолдағы айнымалының арифметикалық несі? Амалы орындалмаған. Яғни не көрсетілмеген бұл жерде? Қосу, я? Қосу, бөлу, немесе көбейту ешқайсысы берілмеген. Сосын тағы не қалып кеткен? Принт қалып кеткен. Принт бізде міндетті түрде болу керек. Принт дегеніміз не еді? Мәнін, нәтижесін шығару. Жарайсың, отыра қой. Так, келесі екінші мысал. Throw I in range 1. Қандай қате берілген? Throw I in range 1. Мына жерде әпке throw in range деп тұр ғой. Сол жерде for in range деп жазылады. Өте жақсы. For I in range. For дегеніміз не еді? For дегеніміз C
Цикл оператор. Цикл операторы. Аха, тағы не алып кеткен? Айнымалының мәні болып тұр. Айнымалылар, я, амалдары ешқайсысы жоқ. Міне осы бізде синтаксис эррор қателер. Жарайсын алдияр отыра ғой. Келесі орындау қателеріндегі мысалы қарастырайық. Name errorда A тең 0 print A қосылған B. Қандай қате? A тең 0 print A қосылған B. Мәні жоқ. Аха, B бізде не бұл? Айнымалы. Мәні жоқ. Дұрыс, толық айтшы осыны. Б айнымалының мәні жоқ. Б айнымалының мәні бізге берілмейді, иә? Бізге А мен Б-ны қос деп тұр. Нәтижеде біз А-ны Б-ны қоса отырып, бізге нәтижесін шығарып бер деп тұр, бірақ бізде не? Айнымалы берілмеген. Дұрыс таптым амалар? Әдісі дескрипторымыз программалау тіліндегі таңдау және қайталау операторын қолданып, программа құрасыздар. Программалаудағы жолдарын көрсетесіздер. Яғни сіздер білесіздер, бізде блок сызба беріледі, алгоритм трассировкасында сіздер білесіздер, осы қатенің алдын алу жолында біз дұрыстап блок сызбасын сызуымыз керекпіз. Дұрыс па? Екі топқа, break және continue тобына екі блок сызба беріледі, соған қарап біз программа құруымыз қажет болады. Монеталарыңызды, ақшаларыңызды алып отырыңыздар, соны жасамаймыз. Топпен жұмыс жасаймыз, балалар. Топпен жұмыс жасаймыз. Блок сызбамен қалай жұмыс жасайтынызды көрсетейік, балалар. Ал бастаймыз. Аха, дәмегер, жақындай ғой. Бұл жерде қайталау және таңдау операторы қолданамыз, балалар. Және де жолдарын көрсетеміз. Жарайсыздар. Кім қорғайды? Келе қойды. Келе қойды. Алдымен кім шығады? Келе қойды. Ал, бізде блок сызба қандай блок сызба берілген? N, я, S тең 0. N тең 0. Бізде бұлда яғни соңғы сан берілген, және де бізде S тең 0-ге және де for in range біздегі Цикл атап өтіп кетті. Қандай цикл қолданды? бізде for цикл қолданды. және де for циклға берілген мән бізде бір n қосылған бір. Қосқансыздар. Нәтиже не шығу керек бізге? Сум. Сум шығады. N input. Яғни n бізде балалар айнымалы мәні бар ма мына жерде? Мәні жоқ. Мән беретін болсақ не істейміз? Input деп не істейміз? Дұрыс балалар, бәрі дұрыс тұрады тұр. Дұрыс па? Келісесіңдер ма? Міне n бұл жерде мән берілмеген балалар. Бұлар не істеген? Мәні шақырып алып, for циклына салған. Дұрыс па? Жарайсыңдар. 3 балдан break командасының бұларда айнымалының мәнісі қандай екен? N тең 10, I тең 1-ге біз while циклын қолдандық. Сөйтіп, не істедіңдер? While циклын қолданған екенсіңдер, дұрыс. Одан кейін не істегенсіңдер? Мына жерде не істеу керек дейді? Арттырып отыру керек, иә? Нені арттырып отыру керек? Сумға I қоса отырып арттыру керек. Сосын не шығу керек? Сумды шығу. Молодцы. Келісесіздер ма? Бәрі дұрыс тұрған. Ал, молодцы. 3 балдан, әр топқа 3 балдан. Жарайсыңдар. Практикалық жұмыс балалар бізде қазір практикалық жұмыс болады. Дескриптор программалауда типтік қателерді анықтайды, типтік қателердің жолдарын көрсетеді. Яғни қазір бізде барлық практикалық жұмысты бастаймыз. Б деңгейінен бастайық балалар. 154-ші беттегі Б деңгейінен бастап кетейік сразу. Бірінші тапсырма. N натурал саны берілген, санның барлық натурал бөлгіштерін табыңдар. Яғни number деген не берілген бұл жерде? Айнымалы берілген. Дұрыс айтасыздар. Тез отыра алыңдар компьютерге.
birinchi kiyimimizda bizdagi B dengligidagi birinchi esep chiqaramiz. Al bolalar endi saboqni bekitib, kim chidamasi bu yerda bolalar bizga diskretli saboqlar tushunadi, o'tgan saboqqa bayonli saboqlarga javob beramiz. Bu bizga Fuse Live platformasi orqali жасалынған жаңа platforma bo'ldi. Hozir bolalar barimiz bilamiz, ularni mobilniy telefonlarimizda olamiz bolalar. Fuse Live degan. Mana tez kiramiz, buradan televoya. Kirib bak. Mana kodimiz bizning SMR 94872. 8 suroq berilgan bolalar bu yerda. 8 suroq berilgan. Muhammadjon, Miyatbek ayolım 5 suroqqa dұрыс javob berdi. Bizde birinchi o'rinda Miyatbek ayolım. Miyatbek ayolım var. 6 suroq, 6'sı dұрыс javob, 2'i dұрыс emas ekan. Bir monetadan ayolım bir monetadan alalım. Bittik mi? Continue. Qaraymiz bolalar. O'zi continuumda biz qatelashib ketibmiz ya. Barimiz qarab. O'zi taldarishlikchi. Continuum biz qanday ro'yxat qarab najada? Qanday operator? Najada ma'no qilishlar. Mana birga 2 3 4 5 Yazılmaydı. Kim taptı? Şuğlama, jaraysin, biz tabi gitti. Biz sebebimiz ilk ben Continuum'un istedi. Şöyle tasladık. Sonda bize eğer ifimiz ne bizim? Eğer de ayımız biz geçen olsa bize ne oldu continuum? Bıraksın toktağımaz. Toktağın жоқ, dұрыс айтасыңдар. Al break. Break'te söylesinde егерде break болса, қалай шығады нәтижесі? Циклді аяқтайды. Қалай шығады нәтижесі? Айтамыз. Бірден нешеге дейін? Break сөйлесеңдерші? 4-ке дейін ба, 5-ке дейін ба? 4-ке дейін неге? Себебі Break циклді десіп тастап, тоқтатып тастап, неге? Айнымалымыз біздің 5-ке тең болса, break не істейді? Циклді тоқтатып тастайды. Ал continuum сендер не істейсіңдер? Тоқтатасыңдар ма? Тоқтамайсыңдар сендер. Тек қана өздерің керектіні аласыңдар да, цикл тоқтамайды. Break тоқтатады. Түсіндік па сабақты бала? Қай жерде осы жерде қателескен екенсіздер. Олай болса, жаңағы ақшаларыңызды алыңыздар, санаймыз. Continuum тобы қанша? Бейбарыс. Жоқ, общесі шығарсын. 14, break тобы 14. 14 ақшасы бар. Мәсі, 25 шапалақтар, жарайсыңдар балалар.